сердце красавиц, склонна к измене и перемене, как ветер мая. Алоза, браво, сен керемет ән салып би билейді екенсің ғой. Триций, бұл жерге қалай келдің? Бұл жерде не жоғалттың? Ой бәле, енді бәрі білетін болды ғой. Жоқ, тек бұл емес. Не деген сұмдық? Саған не болған, Алоза? Сен керемет ән салып билей. Енді маған сені жеуге тура келеді. Сенің не ойлағаның бар? Мен сенің досың емеспін бе? Достарына солай етуге бола ма екен? Әрине болмайды. Енді маған не істе дейсің? Онда мен бұл жерден кетемін. Қош бол, Триций. Мен сені мәңгі есімде ұстаймын. Есіңнен адаспа, Алоза. Сенің бұлай керемет ән салып би билегеніңде тұрған не бар? Мен аллозавр емеспін бе? Біздер жыртқыштармыз. Біз мықты болуымыз керек. Саған ән айтып жүрген жыртқыштар әлсіз деп кім айтты? Және олар неменеге ән айтып би билей алмайды? Мен бұл туралы ойламадым. Ешқашан аллозаврлардың ән айтқанын көрмеппін. Мен күлкі болам ғой. Қой, одан да мен кетейін. Мен бұның несі күлкілеген түсінбедім. Алоза, біле білсең, сен ең бірінші ән айтып би билейтін аллозавр боласың. Сен шынымен солай ойлаймысың? Шынымен мен жақсы орындап жүрмін бе? Расымен де солай. Сен менің қолымнан өтірік айту келмейтінін білесің ғой. Ал енді сен қашаннан ән айтасың? Кішкентай кезімнен. Не дейсің? Сонда сені бұған дейін ешкім естімеген бе? Сен мұнша жыл қалай жасырып келдің? Жай ғана алыстау жерге барып ән айтатынмын. Сонымен сенің дарыныңды міндетті түрде бәріне көрсету керек. Концерт ұйымдастыру керек. Жоқ, бұны айта көрме. Мен ұяламын. Не дейсің? Өп-үлкен қорқынышты түрің бола тұра ұялам деймісің? Міне қызық. Күлуді доғармасаң, мен саған көрсетемін. Алоза, сен түсінемісің? Егер сен дәл қазір жасамасаң, осылайша өмір бойы бәрінен тығылумен өтесің. Бұл жыртқыштарға тән қасиет емес. Елестетіп көрші. Үлкен қошемет. Бәрі сенен өнер көрсетуіңді сұрайды. Және ең бастысы, бұдан сен өмір бойы ләззат аласың. Балалар, сендер 10 санына дейін санауды білесіңдер және жаза аласыңдар. Енді осы 10 санын біз қалай аламыз? Қай сандардың қосындысы 10-ға тең болады екен? Кәне, бірге есептеп көрейікші. Бастаймыз. Дайынбыз ба? Балалар, ең бірінші біз 9 санына 1-ді қоссақ 10 болатынын білеміз. Жақсы. Енді осы жерде қосылғыштардың орнын ауыстырып көрейік. 1 қосу 9 тең болады 10. Бірінші өрнекте 9 бірінші қосылғыш, 1 екінші қосылғыш, 10 қосындының мәні. Ал екінші өрнекте біз қосылғыштардың орнын ауыстырдық. Бірақ қосындының мәні өзгермеді. Жақсы, келесі балалар, біз мына бір суреттегі көбелектерді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қанша көбелек бар екен, балалар? 8. Енді осы 8-ге қанша санды қоссақ біз 10 санын аламыз? Дұрыс айтасыңдар. 2 көбелекті тағы қоссақ бізде 10 көбелек болады. Кәне, тағы да балалар, бұл жерде қосылғыштардың орнын ауыстырып көрейік. Жауабы 10 болады. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Келесі балалар, біз 7 санын алып көрейік. 7 санына біз нешені қосқанда 10 болады. Кәне, балалар, қарайықшы. Ол үшін біз мына бір суретке назар аударайық. Бұл жерде біз торғайлардың санын санап көрейік. 1, 2, 3. Неше торғай бар екен, балалар? 3. Ал біз осы 7 санына 3 торғайды қоссақ, бізде 10 шыға ма? Санайықшы. Дұрыс айтасыздар. 7-ге 3 санын қоссақ, бізде 10 болады. Не істейміз, балалар? Біліп
үйреніп алыпсыңдар. Яғни қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. Жауабы өзгермейді. Жақсы балалар, өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі балалар, біз 7-ден тағы да бір санға кіші санды ойлайық. Ол қандай сан? 6. Дұрыс айтасыңдар. 6 санына мен нешені қоссам менде 10 шығады. Ол үшін балалар, мына бір суреттегі енді шегірткенің санын санап көрейік. 1, екіншісі міне тұр, үшіншісі және 4. Неше шегіртке бар екен балалар? 4. Енді мен осы 6 санына 4-ті қоссам менде 10 бола ма? Иә, жауабы 10 болады. Жазамыз, 6 қосу 4 тең болады 10. Қосылғыштардың орнын тағы да орын ауыстырып көрейін. Мүмкін жауабым дұрыс емес шығар. Бұл тексеру үшін. 4 қосу 6 тең болады 10. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді мына бір суреттегі құстың ұяларын бір санап көрейік. Үйшіктері, әдемі кішігірім құстың үйшіктері. 1, 2, 3, 4, 5. Неше екен балалар? 5. 5-ті мен мына бір жерге жазайын. Ал 5-ке нешені қоссам 10 болады? Кәне, бірге ойланып, бірге жауап береміз. Жарайсыңдар. Дұрыс, 5-ке 5-ті қоссам менде 10 болады. Енді балалар, қараңдаршы, мен бұл өрнекте қосылғыштардың орнын ауыстыра алам ба? Неге? Қалай ойлайсыңдар? Иә, мен бұл жерде қосылғыштардың орнын ауыстырып жаза алмаймын. Неге? Себебі екі қосылғышымда бірдей. Иә, бірінші қосылғышымда 5, екінші қосылғышымда 5. Бірдей сандар. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Менде барлық өрнектің жауабы 10 болып шықты. Енді тағы да бір рет қайталап айтып шығайық. 9 мен 1-дің қосындысы 10. 1 мен 9-ның қосындысы жауабы 10-ға тең. 8 мен 2-ның қосындысы жауабы 10. 2 қосу 8 тең болады 10. 7 қосу 3 тең 10. 3 қосу 7 жауабы 10 болады. 6 мен 4-дің қосындысы 10-ға тең. 4 мен 6-ның қосындысы да жауабы 10-ға тең. 5 қосу 5 тең болады 10. Жақсы балалар, менімен бірге ілесіп жазып отырдыңдар деп ойлаймын. Және қайталадыңдар. Тамаша. Всегда быть в маске, судьба моя. Браво, Лоза, не деген керемет! Браво, браво, тамаша, керемет! Сен таң қалдыра білесің, Лоза. Әлі сенің қолыңнан келетініне сен алар емеспін. Тирекс, саған не болған? Өзіме не болғанын өзім түсіне алар емеспін. Ал Лоза, сен менің жанымды тебіренттің. Тиранозаврлар жылайтын беді өзі. Саған біз олай ете алмайды деп кім айтты? Әлде сен біздің сезіміміз жоқ деп бедің? Рахмет достарым, мен сендерді қатты жақсы көремін. Келіңдер, құшақтасайық. Таңғаларлық жағдай. Бүгін жыртқыштар сондай мейірімді. Бұндайды бірінші рет көруім. Достар, маған керемет ой келді. Біздің барлық жерімізге Лозаның концерттік турын ұйымдастыру керек. Жақсы ұсыныс, мен импресарио боламын. Ал имитасарио дегендерін кім өзі? Импресарио дегеніміз әртістің өкілі ретінде оның атынан концерт ұйымдастырушысы. Мен келісім жүргізуге кеттім. Күте тұр деймін, күте тұр. Мәссаған жүгіріп кетті. Мен Лозаны көзететін боламын. Сенен көп динозаврлар қол таңбалғысы келеді ме деп қорқамын. Және тобырды ұстап тұру қажет. Мен билет сатамын. Міне, Спиноза да қайта оралды. Достар, болды, мен келістім. Біздің бар аумақта соншалықты абыр-сабыр болып тұр. Сонымен, ертең шығыста концерт береміз, содан соң солтүстік шығыста 2 концерт, содан соң солтүстікке бет аламыз, ол жерде 4 концерт, яғни 2 күнге қаламыз.
Сонымен турнені батыста аяқтаймыз. Ол жерде 3 концерт болады. Сонымен 1 қосу 2 қосу 4 және қосу 3. Сонда мәссаған 10 концерт күтілуде. Сонымен Спиноза, сен қалайша бұлай келісім жасадың? Білесің бе, бәрі айтатын аллозаврды көргісі келеді. Рахмет достарым, сендер болмасаңдар не істер едім? Достар, сендердің көрсетуге ұялатын дарындарың бар ма? Алдымен жақындарыңмен бөлісіңдер, кеңесіңдер. Және ең басты өздерінің сүйікті істерін тастап кетпеңдер. Сәттілік тілеймін және келесі кездескенше.